Қайырлы кеш достар, қалайсыздар? Өте қуанышты жаңалық. Амина қыз келіп, аттестатын алып кетті. Ат салысқан баршаңызға көп рахмет. Сіздер қалай таптыңыздар? Біз остановкадан таптық. Не, бүкіл жерге видео салдық қой? Да, қалай? Тиктокқа салдық, Инстаграмға салдық, Ютубқа салдық. Сіздер қайдан таптыңыздар? Біз ауылдан жаңа, біз жасы көрсемегенбіз ғой. Мектептен. Бүгін таңертең кісі жіберіпті. Осы магазиннен Инстаграмына салғанбыз ғой, сол жерден бір кісі Ақсу аудандық білім басқармасы деген номер жіберіпті. Осыған звондаңдар, хабарласыңдар деп. Кеше мы проехали свою остановку. Сосын ойбай, бізге қасымыздағы кісілер айтады, қайда барасыздар политехқа? Өтіп кеттіңіздер ғой дейді, осы жерден түсқанбыз. Бұл жұлқынып, тоқта, откройте дверь деп жұлқынып түскенбіз. Бір рет тырс еткен сияқты болды, бірақ мән берген жоқ. Мен автобустың ішінде сумкам түсіп қалды ма деп қарадым да бүйтіп. Потом вышли и быстро перебежали на ту сторону и кеттік. Біз кеше автобус ұшып 18-ді, на которых мы ездили. Екі қызым гимнастикаға бара жатып, жолдан түсіп қалдық. Остановкадан түстік, мына жағында уже біздің гимнастика ғой. Сол жерден түстік. Бізде кешік баратқанымыз жоқ, қарамайтындан едім. Ана велосипед көйлегіне оралып қалды. Соны бүйтіп еңкейсем, уже мынау жатыр, бордюрдың қасында прям бүйтіп жатыр. Ой, мынау аттестат қой, диплом ба, аттестат па, не екен деп сыртынан қараған жоқ, бізден бүйтіп жатыр ғой. Сосын оны үлкен қызым қолымнан жұлып алды, сен ете аламын деп бүйтіп үстіне сүртіп жатыр ғой. Біздің адамдар басқан ғой үстінен. Біздің туымызды не қыпты деп бүйтіп үстіне сүртіп жатыр ғой. Басып кетіпті біреу деп. Қазір удостоверение көрсетесің, бүйтіп қараймын, астын екі аттестат, бір адамды көріп, біз шок болдық қой. Университетке барып, тура уже документтерін бәрін тапсырып қойып, екінші сырға көтеріліп, аттестаттарды тапсырыңыз дейді да. Ашамыз, аттестат жоқ. Міне іште түгел. Мынау сөзі қапты, біз алғанда осындай болды. Үштіп жатты. Солай алып қой, қалай тауып алып. Қандай маса шок болды. Кеше түнгі 10-ға дейін милицияда жүрдік. Біз осы жерде байқадыңыздар ма, углда милиция тұрды ғой. Бірақ ол милиция бір-ақ адам тұрды, ол жол милициясы да, кәдімгі дорожный милиция ғой. И бүйтіп қараймыз, сол кісіге берейін деген бір ой болды. Сөйткеннен ол дорожный милиция қазір ол жұмысына алды, уже ол кетеді. Ол кетеді, содан кейін может осындай соцсеті арқылы іздеп көреміз. Вообще біз ауылдан келдік те, тез тапсырып кетіп қалдық деген